Қош келдіңіздер менің каналыма. Мына әдемі дүние жасадым. Осыны жасау үшін маған керекті бірінші айнаны алдым. Осы айнаның бір шеті кішкене сынық еді. Сол сынықты білдірмес үшін әдемі бір дүние жасауды ұйғардым. Сондықтан осы айнаның сыртындағы керек емес заттарды алып тастаймыз. Өзімізге керек кезде алатын боламыз. Ішіндегі сынған кішкене түйірін және де ар жағындағы айнасымен бірге ішіндегі айнаны аламыз. Осы айнамен шамалас сәл артық қылып 20 см алып кардонмен кішкене сызып белгілеп аламыз. Және де қазір қырқып дайындап қойдым. Оны 2 кардон қылып қырқып қидым. Өйткені ол кардонның біреуі жарамайды, екеуін кішкене қалыңырақ қылып кілелесеңіздер әдемі болады. Сондықтан 2 кардонды алдым. Енді мына 2 айнаны өлшеп көріп жатырмын. Енді қазір көрсеңіздер жақсы бір дүние шығады. Ыстық клеймен кілелеп қойдым. Мына ортасын сызып, өзіме оңай үшін, шет-шетіне әрлеу үшін ортасына айна тұратын бәрін сызып өлшеп қойдым. Мына магазиндегі дайын қасықтарды, пластмасс қасықтарды шетін әрлеу үшін ыстық клеймен жабыстырып шығамыз. Мына қасықтың үлкен түрі. Осы қасықтың алдыңғы емес, артқы жағынан ыстық клейді жағып, және өлшеген кардонға жабыстыра береміз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Өтініш, осыны өздеріңізде жасай аласыздар. Жасайым деген адам, ынтасы бар адам жасайды. Өте ыңғайлы, үйлеріңізге әдемі болып тұрады. Қалай өлшеп тұрмын, солай кішкене ыстық клеймен жабыстырдым. Менде жартысы бітті. Енді қалғанын жабыстырамыз. Өздеріңіз білесіздер, осы кардонның ортасына айнаны жабыстырамыз ғой, кейін біткеннен кейін. Сондықтан өздеріңіз білесіздер, бұған кішкене әртүрлі заттармен де әрлеуге болады. Өйткені кожаный материалдардан және де кәдімгі пластмасс гүлдерден әрлеп қойсаңыздар, сыртын жаңа лак клей болады ғой, лак краска, соны сепсеңіздер түк білінбей қалады. Сондықтан әртүрлі нәрсені жабыстыруға болады. Адамның қолынан келмейтіні жоқ. Енді біз осының бәрін айландырып жабыстырып шықтық. Енді ішіне кішкене қасықтарды біріктіреміз, ортасы бос болмас үшін. Ана үлкен қасық қой, ас қасық, мына кішкентай. Осының ортасы аңырап дәу болып қалғаннан гөрі, ортасында осы қасықты ыстық клеймен кілелеп шыққанымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Сұлу болып көрінеді. Осы қасықтың ортасына кішкене көзмоншақтар болмаса, тастар болмаса, моншақтар болмаса, жылтыр тақияға, тюбетейкаға жабыстыратын кішкене жылтыр көзмоншақтар болады ғой, әйнек сияқты, соларды да жабыстыруға болады. Сонда түрлі түсті жаңағы сары алтын сияқты краскамен краскілегеннен сыртынан жаңағы әртүрлі моншақтарды әрлеп ыстық клеймен жабыстырып қоюға болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бұл. Сондықтан әдемі болу үшін тырысасыздар әрине. Кішкене қасықтарды да қойып қойдық. Ортасына кейбір қасықтардың ортасына симайды. Сондықтан
мұны кішкене қасықтардың ортасынан кішкене кесіп кілейлеп жатқан жайым бар. Өйткені ол айнаның артында қалып кетеді, көрінбейді. Мінекей біздің неміз дайын болды. Мінекей біз енді лакпен краскілейміз. Мінекей біздің лагымыз да дайын болды. Далаға кептіріп алдым. Енді айнамызды жабыстырамыз. Жаңағы сынған айнамыз өзінше әдемі модный болып қалды. Кәдімгідей сынбаған сияқты қылып. Бұл бүтін айна негізі сынғаннан кейін тастауға болмайды ғой. Кішкене әрлеу үшін, қажетке жарату үшін істеп жатырмын, сіздерге көрсету үшін. Небір мусордағы баклажкаларды, бутылкаларды істеп жатады әр нәрсе. Қолынан келетін адамдар амал табады. Біздің айнамыз дайын болды. Енді осы айнаның артқы жағын кілейлейміз. Кішкене басып кілейін басып тұрмаса кебу қиын болады. Соның астына кішкене жағып жібереміз. Енді мына айнаның арты бізге қажет болып тұр. Лақтыруға болмайды. Бұл осындай кезде қажет болады. Дайын болады бізге. Бұны әшейін кәдімгідей қойып қоюға да болады, және іліп қоюға да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Ілем десеңіздер іліп қоюға да болады. Мысалы, мен бұны ілуге тырсам, қоюға да болады. Қойсам, бірақ кішкене қисайып қалатын құсап көрініп тұр. Сондықтан мен бұны дуалға іліп қоям. Өзім отыратын жеріме. Мінекей, қараңыздар. Енді осыны кілейлеп тастадық. Мінекей тұрды. Қандай әдемі болып шыға келді айна. Енді осы айнаның ортасындағы, мінекей, қараңыздар артын. Енді бұл айнаның ортасындағы кесілген жерлерін, кәдімгідей сынған жерін білдірмес үшін кішкене базарда не жоқ бәрі бар ғой мына заманда. Монжақ сияқты, тесма сияқты пластмасс заттар бар. Сонымен әрлеп шығамыз. Негізі ерінбесеңіздер, адамдардың ойында фантазиялар көп болады. Өйткені осының орнына кейбіреулер моншақ қойып жатады. Кейбіреулер жаңағы макраме деген жіптер болады ғой, кәдімгі әртүрлі. Содан өріп, жаңағы ыстық кілеймен кілейлеп жатады. Оның сыртын тағы да осы лакпен сеуіп жатады. Сонда білінбей қалады да. Оның үстінен адамдар кішкене моншақ, кәдімгідей майда-майда көз моншақтар, майда-майда жаңағы майда андай түрлі түсті көз моншақтар болады ғой. Сондайларды қойып жатады. Пластмасс гүлдерді қойып жатады. Әркімнің қалауы. Мысалы, мен мынаны кішкене білдіртпес үшін қоршап жатқан жайым бар. Айнаның өзі де тұра беруге болар еді негізі. Бірақ мен мұны айнаның сынғанын білдіртпес үшін әдейі арнайы етіп ортасынан бөліп, жаңағы ортасындағы затты кілейлеп қойдым, әдемі болып тұру үшін. Енді мынау жаңағы ілетін жерінде осы моншақпен әрлеп қойға болады.